Армысыздар, құрметті білім алушылар. Мен Султанова Меруерт Кеңесхановна, математика пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз көпжақтар, дұрыс көпжақтар, призма, параллелепипед және оның қасиеттері. Сабағымыздың мақсаты көпжақтар, дұрыс көпжақтар, призма, параллелепипед туралы түсінік беру. Тік және көлбеу призма элементтері туралы түсінік қалыптастыру. Жоспар бойынша бүгін біз бірінші көпжақтар туралы жалпы ұғым аламыз. Екінші көпжақтардың түрлері, соның ішінде призма мен параллелепипедке жеке-жеке тоқталатын боламыз. Енді көпжақтар біздің өмірімізде кездесе ме? Біз көпжақтарды күнделікті өмірде күн сайын көріп жүреді екенбіз. Біз оларды ғимараттар, құрылыстар, заттар, жиһаз, тұрмыстық техника бейнесінде көреміз. Тіпті тамақты біз көпжақ бейнесінде көре аламыз. Егер солай болса, онда көпжақтар біздің өмірімізде барлық жерде кездескен. Көпжақтар өнерде, сәулет өнерінде, суретте көріп отырғандарыңыздай, архитектурада, ғажайып пирамидаларда көпжақтарға жатады. Табиғатта өте көп көпжақтар кездеседі, суретте көріп отырғандарыңыздай. Және де биология, астрономия, физика, тағы басқа ғылымдарда осы біздің көпжақтар кездеседі екен. Көпжақ көп бұрыштармен шектелген кеңістіктің бөлігі. Енді көпжақтардың компоненттеріне тоқталайық. Жазықтық пен дөңес көпжақтың бетінің орта бөлігі жақ деп аталады. Жақтардың қабырғалары көпжақтардың қырлары деп аталады. Жақтарының төбелері көпжақтардың төбелері деп аталады. Міне атап өткен компоненттерді суреттен мұқият қарап алуларыңызға болады. Сарымен белгіленіп тұрған жақтың қабырғалары болса, жақтар белгіленген, қыры және төбелері нүктелермен белгіленген. Дұрыс көпжақтардың қасиеттері туралы ең алғаш рет грек ғалымы Платон тапты. Сондықтан дұрыс көпжақтар Платон денелері деп аталады. Платон тіршілік негізін құраушы су, ауа, жер, оттан тұрады деп есептеген. Осы заттардың атомдарының формасы дұрыс көпжақтарға ұқсайды. Дөңес көпжақтың жақтары қабырғаларының саны бірдей дұрыс көпжақтар, және көпжақтың әрбір төбесінен шығатын қырларының саны бірдей болса, онда оны дұрыс көпжақ деп атайды екен. Платон философиялық тұрғыда тетраэдрді от, себебі төбесі жоғарыға ұмтылған жанып тұрған отқа, ал икосаэдрді су, гексаэдрді немесе кубты өте орнықты фигура деп жерге теңеген, октаэдрді ауаға теңеген екен. Міне және айтып өткеніміздей, суретте көріп отырсыздар, тетраэдрді отқа, гексаэдрді жерге, октаэдрді ауаға, икосаэдрді суға, және бесінші көпжақ додекаэдрді бүкіл әлемнің символы болған және ең бастысы болып саналған екен. Кез келген дөңес көпжақтар үшін олардың жақтары төбелер мен қырларының арасындағы заңдылықты ашқан неміс математигі әрі физигі Леонард Эйлер. Леонард Эйлер көпжақтардың жақтарының саны мен төбелерінің санын қосқанда, қырларының санын екіге қосқанға тең болады заңдылық ашқан екен. Міне кестеде көріп отырғандарыңыздай алдымен атаулары тұр. Мысалы, тетраэдрді алатын болсақ, тетраэдрдің саны жағы 4-теу, төбесі 4-теу, қыры 6 екен. Сонда жағы мен төбесін қосқанда 8 болады да, қыры 6-ға 2-ні қосқанда да 8 болады екен. Октаэдрде сол сияқты 8-ге 6-ны қосамыз, яғни жағы мен төбесін
қосқанда 14 болса, енді қыры 12-ге 2-ні қоссақ 14 болады екен тағы да. Тағы сол секілді осы заңдылық мына жерде көрсетілген. Леонардо да Винчи дұрыс көпжақтар теоремасына қызығып, өзінің туындыларында додекаэдр кеңістігін бейнелеген. Енді көпжақтар дөңес, дөңес емес, тік және көлбеу болып төртке бөлінеді екен. Суретте тік және көлбеу көпжақтар бейнеленген. Енді жалпы дөңес көпжақ дегенне соған тоқталып өтейік. Егер көпбұрыштың барлық төбесі кез келген жағы арқылы жүргізілген жазықтықтың бір жағында орналасса, онда осы дөңес көпжақ деп аталады екен. Оны мына суреттен қарап отырсаңыздар, дөңес көпжақты көріп отырсыздар. Анықтамаға сәйкес. Енді мына бейнеде дөңес емес көпжақтар көрсетілген. Енді призма дегеніміз не? Призма деп әртүрлі жазықтықтарда жататын және параллель көшіргенде бір-біріне келіп беттесетін екі көпбұрыштан және осы көпбұрыштардың сәйкес нүктелерін қосатын барлық кесінділерден тұратын көпжақты айтады екен. Міне суреті бейнеленген, суретіне қарап отырып, осы анықтаманы дұрыстап түсініп алайық. Ары қарай призманың құрам бөліктері. Көпбұрыштар призманың табандары деп аталады. Сәйкес төбелерді қосатын кесінділер призманың бүйір қырлары деп аталады. Призманың биіктігі табандарының арақашықтығын білдіреді. Призманың бір жағына тиісті емес екі төбесін қосатын кесіндіні призманың диагоналі деп атайды. Осы аталған призманың құрам бөліктері суретте қызыл түспен көрсетілген. Призманың қасиеттері: табандары тең болады, бүйір қырларының параллель болады және тең болады, табандары параллель жазықтықтарда жатады. Енді призманың түрлеріне тоқталсақ, призманың бір-бірінен қалай ажыратамыз призмаларды? Олар тік призма, көлбеу призма, дұрыс призма болып бөлінеді призмалар. Оның қалай ажырататынын білу үшін тоқталайық. Тік призма бүйір қырлары табандарына перпендикуляр болады екен. Көлбеу призмада бүйір қырлары табандарына перпендикуляр болмайды. Және дұрыс призма тік призманың табандары дұрыс көпбұрыш болады екен. Параллелепипед. Призманың табаны параллелограмм болса, онда ол параллелепипед деп аталады. Параллелепипедтің барлық жақтары параллелограммдар болып келеді. Параллелепипедтің қасиеттері: параллелепипедтің қарама-қарсы жақтары параллель және тең болады. Оны біз суретте көріп отырмыз. Параллелепипедтің диагональдары бір нүктеде қиылысады және қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді екен. Параллелепипедтің түрлері: тік бұрышты параллелепипед және куб болып бөлінеді екен. Тік бұрышты параллелепипед дегеніміз не? Табаны тік төртбұрыш болатын тік параллелепипедтер. Куб дегеніміз барлық қырлары тең тік бұрышты параллелепипед. Енді, құрметті білім алушылар, мына есепке назар аударайық. Бұл жерде дұрыс төртбұрышты призма берілген. Дұрыс төртбұрышты призманың АВЦ-ді А1, В1, С1, Д1. АВ қабырғасы 4-ке тең, АА1 қыры 1-ге тең, призманың төбесінен табанының центріне дейінгі қашықтықты табыңыздар деген есеп. Бұл жерде мен суретін сызып сіздерге көрсетіп қойдым. В1О деген жаңағы біздің ізделініп отырған призманың төбесінен бастап табанның центріне дейінгі қашықтық деген осы қызыл үзік сызықпен көрсетілген В1О. Осы В1Оны табуымыз керекпіз. Ол үшін біз үшбұрыш В1О-ны қарастырамыз. Осы жерде В1О бізде гипотенуза болып тұр.
Өйткені бұл тік бұрышты үшбұрыш болғандықтан, бұл жерде біз Пифагор теоремасын қолданып гипотенузаны тапқалы отырмыз. В1О дегеніміз түбірдің астындағы В1-дің квадраты қосылған В-ның квадраты болады. Енді бұл жерде бізде не белгісіз? В1 белгілі. Ол А1-ге тең есептің берілу шарты бойынша. Ал ВО бізде ВО бізде белгісіз. ВО-ны қалай табамыз? ВО-ны табу үшін суретте көрініп тұрғандай, бұл дұрыс төртбұрышты призма болғандықтан, оның табанында квадрат жатыр. Ендеше ВО жаңағы ВД деген диагональдың жартысына тең болады. Ендеше бұл жерде біз ары қарата үшбұрыш АВД-ны қарастырады екенбіз. Бұл жерде де үшбұрыш АВД тік бұрышты үшбұрыш болып тұр. Бұл жерде ВД-ны тауып аламыз, жаңағы диагональды. Оны табу үшін тағы да біз жаңағы Пифагор теоремасын қолданамыз. Пифагор теоремасын қолданып, яғни гипотенузаны квадраты катеттердің квадраттарының қосындысына тең деген теорема бойынша. Ары қарай тең болады. Түбірдің астында 4-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты, яғни орнына қойып жатырмыз. Сонда 16 қосылған 16 түбірдің астында 32 болды. Яғни ол дегенің 16 көбейтілген 2. Түбірдің астында 16 көбейтілген 2-ден 16-дан түбірдің сыртына 4 шығады. Сонда 4 түбірдің астында 2 болады. Енді ары қарата біз ВО-ны тауып аламыз. ВО тең орнына апарып қоямыз ВД-ның орнына 4 түбір астында 2-ні. Сонда бізде 2 түбірдің астында 2-ге тең болады. Ары қарай В1О бағана бастапқыда жазып кеткен Пифагор теоремасы бойынша қойылған теңдікке апарып орнына қоямыз. Сонда түбірдің астында 1 қосылған 2 түбір астында 2-нің квадраты. Яғни бұның қосындысы бізде түбірдің астында 9-ды береді екен. Бұдан 3 шығады түбір астынан. Сонда жауабы 3 болады. Зеленіп отырған В1О қашықтығы, ара қашықтығы 3-ге тең екен. Енді келесі есепті қарастырайық. Келесі есепте тік бұрышты параллелепипедтің табан қабырғалары 12 см, 5 см. Параллелепипед диагоналі табан жазықтығымен 45 градус жасайды. Параллелепипедтің бүйір қырларын табыңыздар деген есеп екен. Енді мен мына жерде суретті сіздерге түсінікті болу үшін салып қойдым. Бұл жерде үшбұрыш D1, D-ны қарастырамыз. Яғни бізге бүйір қырын тап деп тұр, бізге D1-ді тауып алсақ жеткілікті. Бұл жерде D1-ді табу үшін үшбұрышы DAV-ны қарастырып, үшбұрыш DAV-дан D-ны тауып алсақ, яғни тағы да Пифагор теоремасын қолданғалы отырмыз. DV дегеніміз, DV-ның квадраты ол AV квадрат қосылған AD квадратқа тең. Ендеше осы жерде AV 12-нің квадраты қосылған 5-тің квадраты. Яғни түбір астында 169-дан 13 шығады. Ендеше бізде DV 13-ке тең болды. 13-ті тауып алдық. Енді бұл жерде есептің берілгені бойынша үшбұрыш D1, DV-ны алдымен қарастырып, В бұрышын сүйір бұрыш деп алып, тангенстің анықтамасы бойынша теңдік қолданған екен. Бірақ мен сіздерге тағы бір оңай жолын айта кетейін деп отырмын. Екі түрлі әдіспен шығаруға болады екен. Бұл есептен бөлек қарап отырсаңыздар, D1, V, D бұрышы 45-ке тең болса, 45 градуске. Оған қарама-қарсы жатқан бұрыш бізде 90 градуске тең болып тұр. Тік бұрыш үшбұрыш болғандықтан. Ендеше тағы үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады деген заңдылық бойынша. Ендеше келесі біздің V, D1, D бұрышымыз
да 45 градусқа тең болғалы тұр екен. Ендеше бұл бізде тең бүйірлі үшбұрыш болады. Себебі табандағы бұрыштары тең болып тұр. Сондықтан тең бүйірлі үшбұрыш болса, біз жаңағы тапқан DV13-ке тең деп отырғанымыз тең бүйірлі болғандықтан D1-ге де тең болады екен. D1-ді де 1-ден 13-ке тең деп жауабын жазуымызға болады екен. Екі түрлі әдіспен шығаруға болады екен. Енді балалар, үйге тапсырма алайық. Үйге тапсырма. Бірінші призма болатын фигураларды тауып, сәйкес нөмерін жазыңыздар. Мына жерден дұрыстап мұқият ойланып отырып, осы суреттердің ішінен призма болатын көп жақтарды тауып, сандар бойынша белгілеп шықсаңыздар болады. Яғни сан бойынша жауабын жазасыздар. Келесі, екінші дұрыс призмалар таңдаңыз. Осы призмалардың ішіне қайсысы дұрыс призмалар болады екен? Тағы да таңдап, іріктеп жазамыз. Келесі, есептер шығарамыз. Жаңағы жоғарыда мен көрсетіп түсіндіріп өткендегідей есеп берілген. Тік бұрышты параллелепипедтің табан қабырғалары берілген 3 және 4 см, диагоналі табан жазықтығымен 45 градус бұрыш жасайды екен. Бүйір қырының ұзындығын табу керек екен. Және де келесі есеп ABCD A1 V1 S1 D1 деген куб берілген екен. Суретте көріп отырсыздар. Сурет дайын салынып тұр. Осы жерде AD 5 түбірасында 2-ге тең екен. Яғни AD дегеніміз табан бір қабырғасы табандағы бір қабырғаны көрсеткен. V1-сы диагоналін табыңыз деп тұр. Енді бұл жерде ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Бұны да Пифагор теоремасы арқылы шығара аласыздар. Бұл жерде куб болғандықтан тек қана есте сақтаймыз. Кубтың барлық қырлары тең болады. Ендеше есебіміз оңай шығайын деп тұр екен. Сонымен үй тапсырмасы түсінікті болса, құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға мыңда бір алғыс, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.